Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Бүгінгі сабақта біз сіздермен ақпараттың өлшем бірліктері атты тақырыппен танысатын боламыз. Бұл бізде Алматы баспасы бірде бірінші тарау. Дәл осындай видеодан үшеу шығады. Алматыны бөлек түсіреміз, Арманды бөлек, Атамұраны бөлек түсіретін боламыз. Есептердің көп бөлігін калькулятормен шығарып кететін боламыз. Ақпараттың өлшем бірліктері деген ол ұбт-да кеңінен қолданылады. Білесіздер, компьютерге қатысы жоқ, информатиканы білмеген кез келген оқушыдан сұрасаңыз, 1 байт неше бит десеңіз 8 бит деп айтады. Не үшін екенін өзі білмесе де, бірақ бұл туралы жақсы біледі. Ал енді біз информатика ретінде ұбт-да да келетін сұрақтарды және де жалпы ақпараттың өлшем бірліктерімен танысып алғанымыз жақсы. Біз білеміз 1 байтты 8 бит деп айтамыз, бірақ ол бит дегеніміз ақпараттың екілік бірлігі. Екілік бірлік деген не ол? Ол 0 және 1 деген сөз. Яғни не ол жерде 0 болуы мүмкін, немесе 1 болуы мүмкін. Ал ақпаратты өлшеудің ең кіші бірлігі. Сол үшін де бізде екілік бірлігімен жұмыс істеу жүйесінің қарапайымдылығы осы жүйенің есептеу техникасының кең тарауына себеп болды дейді. Ақпараттың өлшем бірлігі келесі өлшем бірлік байт деп айтылады. Яғни байт негізінде біз битпен өлшеміз, бірақ айтқан кезде байтпен айтамыз. Не үшін екенін алдағы уақытта сөйлесеміз. 1 байт 8 битке тең деп қарастырамыз. На самом деле Хартли формуласына келген кезде біз бұл нәрсеге қарсы шығатын боламыз. 1 байт всегда 8 битке тең бола бермейді деген сияқты формуламен қарастырамыз, но пока 1 байт ол 8 битке тең. Неге дейтін болсақ, біз мына нәрсеге мұқият назар аударайық. 1 байт бізде 8 битке тең, ол дегеніміз бізде 8 ұяшық бар деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 бит. Жаңа біз айтқан болатымыз, екілік деген ол жерде не 1 бар, не 0 бар деген сөз. 1, 1, 0, 1, 1, 0 деген сияқты. Бұл бізде жалпы 8 штугы бізде 1 байтқа тең. Немесе біздің жағдайдағы бір символға тең. Демек, кез келген символдың артында осындай сияқты 0 мен 1-ден тұратын таңбалар бар деген сөз. Пока бұл n 255-ке тең болған жағдайда, 256-ға тең болған жағдайда. Онымен кейін алдағы сабақтарды танысатынымыз. Пока что 1 байт 8 битке тең деп ала береміз. Және де ақпарат сөзі 7 байтты құрайды, себебі бір символ 1 байтқа тең. Пока что. Но на самом деле ақпарат сөзін тексеретін болса, ол 7 байтты құрамайды. Ақпарат сөзі латын әріптермен жазылған кезде 7 байтты құрауы мүмкін. Давайте сол туралы сөйлесейік. Тексті блокнот ашайық, және осының ішіне ақпарат сөзін жазайық. Ағылшынша жазайық пока, то есть латын әріптермен. Ақпарат. Ctrl-S сақтаймыз. Свойствосына кіреміз. Свойство. Міне 7 байт шықты. Бір символ 1 байт деп саналды. Бірақ байқағанымыздай біз онда латын әріптермен жаздық. Егер қазақ әріптермен жазатын болсақ, ақпарат, Ctrl-S дейтін болсақ, сақтаймыз. Свойствосына кіреміз. Мінекей уже 14 байт болып кетті. Сонда кітапта ақпарат деген сөз 7 байт шықпайды екен. Бірақ біз қазірше бір символ 1 байт деп қарастыра береміз. Қай уақытқа дейін? 10-шы класстардағы ANSI, ASCII, Unicode-тармен танысқанға дейін. Хабардың ақпараттық көлемі деп айтады екен. Хабардың ұзындығы, яғни хабарды жазу үшін пайдаланылатын латын символдар саны хабардың ақпараттық көлемі деп айтамыз. Бит немесе байт ұзындығы өлшем бөліктермен өлшенеді. Килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, экзабайт, зеттабайт, йоттабайт деп өлшем бірліктерді айтамыз. Сұрақ не үшін? Оның жауабы өте оңай, себебі біз өлшем бірлікте граммен өлшейтін болсақ, ладно, миллиметрмен өлшейтін болсақ, мысалға бір үйдің өлшем бірлігін миллиметрмен айту, мысалы 15 метрді миллиметрмен айту бізге өте қиын. Сол үшін оны кейде метрмен айтамыз, кейде сантиметрмен айтамыз. Дәл сол сияқты ақпараттың өлшем бірлігі бар. Мысалға деп айтайық, менің жесткийіме өтейік. Мысалға, жесткий 456 гигабайт. 456 гигабайтты 200-бен айтатын болсақ, то есть битпен айтатын болсақ, өте көп.
коммитталады, сол үшін біз оны гигабайтпен айтамыз. Гигабайт жетпейтін болса мегабайтпен айтамыз деген сияқты. 1 килобайт 2-ның 10 дәрежесі байтқа тең, 1 мегабайт 2-ның 20 дәрежесі килобайтқа тең, 1 гигабайт 2-ның 30 дәрежесі мегабайтқа тең. Осы сұрақтар ұбт-да келген. 1 экзобайт 2-ның неше дәрежесі болатын деп сұрайды, экзобайт петабайтқа тең деп сұрайды. Бұл жерде барлығы дәреже күйінде көрсетілген. Ары қарап ақпараттың енді бот деп айтылған, біз пока бұл анықтамаға тоқталмаймыз, себебі бұған біз келесі тақырыптарда ақпараттың тасымалдау жылдамдығы деген кезде подробнее тоқталатын боламыз. Қазірше оны шығармай қойық. Мінекей 2 мегабайт ақпарат 64 килобайттан неше есе үлкен. Бұл есептерді шығарған кезде ең оңай бір әдіс бар. Мегабайтты килобайтқа дейін түсіремізді, еселігін таба саламыз. Демек, бұл жерде біз калькуляторды пайдаланамыз. 2 мегабайтты көбейтеміз 1024-ке, бұл бізде килобайт болады. Яғни 2048 килобайт бар екен. Және 2 мегабайт ақпарат 64 килобайтта неше есе үлкен, бөлеміз 64-ке 32 есе үлкен екен. Мінекей соның шешімін айтқан, 2 мегабайтты 1024-ке көбейткен кезде килобайт шығады. 2048 килобайтты бөлеміз 64 килобайтқа 32 есе. Немесе 64 килобайтты мегабайтқа көтерсеңіз де болады. Одно и то же. Ол кезде бөлеміз 1024-ке. Давайте оны да шығарып көрейік. 64-ті бөлеміз 1024-ке, ол болады 0,00625. Көшіріп аласылайын. 2-ні бөлеміз, мұнаған тең болады мінеке 32 есе. Разница жоқ, килобайтты мегабайтқа көтерсек те, мегабайтты килобайтқа түсірсек те. Главный екеуін бір өлшембілікке келтіріп алсақ болды. Всегда солай. 448 беттен тұратын кітаптың көлемі 700 мегабайт, компакт дискінің қанша бөлігін алады дейді. Кітаптың бір бетінде 64 символ, 64 жол бар. Бұл есепті мен доскаға шығарайын, бұлай. Так. Бұлай деп алайық. Бізде бір кітап бар. Мысалға бір кітап бар деп алайық. Оның жалпы беті 448 беттен тұрады. 8 не болып кетті, ладно. Енді біз кітаптар беттерден тұрады, және сол беттерде жолдардан тұратын айтайық. Қанша бет бар дейді. Кітаптың бір бетінде шамамен 64 символдан тұратын 64 жол бар. Яғни бір бетінің өзінде 64 жол бар. Мынандай 64 жол бар. Яғни бір бетінің өзінде. Яғни жолдардың саны 64. Енді соның бір жолында 64 символ бар. Онда кітаптың бір бетін табу үшін 64 көбейтсек бір бет шығады, ондай беттер бізде 448. Сонда бізде пока К деп ала берейік. К деп үйренгендерің сіздерге жақсы, себебі Харди формуласына барғанда бұлар К болады. 64-ті көбейтеміз 64-ке, оны көбейтеміз 448-ге. 64 көбейтеміз 64, көбейтеміз 448-ге. Болады 1,1,8,3,5,0,0,8. Бұл бізде символдар саны немесе бір символда бір байт, байттар саны. Енді 448 беттен тұратын көлемі 700 мегабайт компакт дискінің қанша бөлігін алады? Демек, біз жаңа үшеуін көбейткен кезде байтқа түсірдік, енді мегабайтты байтқа түсіреміз. Қалай? 700-ді көбейтеміз 1024-ке, бұл килобайт. 1 килобайтта килобайтқа түсірдік, енді оны байтқа түсіреміз. Байтқа түсіру үшін тағы да 1024-ке көбейтеміз. Әрине өте көп сан шығып кетті. Енді осыны алдыңғы санды осыған бөлеміз. Алдыңғы сан бізде қателеспесем 183 5008ді бөлемін мына санға. Бұл дискінің 0,0025 бөлігін алады. Енді бұл есепті қазірге түсіндірейік. Мысалға елестетіңіз. Бізде осы тұрған кітабымыз электронный кітап 448 беттен тұрады. Әр бет 64 жолдан тұрады. Әр жолда 64 символ бар. Осындай диск, яғни бір кітаптың электронный кітап
700 мегабайттың қанша бөлігін алады дейді. Яғни 700 мегабайт өте үлкен ғой, соның кішкентай ғана бөлігін алады, сол нақты бөлігі 0,0025 бөлігін алады екен. Кітапта сол туралы айтылған, мінекей. Қазақша мағынасы сондай. Енді тапсырма бойынша кете берейік. Кітапта 300 бет бар, әр бетте 64, бұны К деп аламыз. Келесі бет К тең 300 көбейтілген 60. Жаңа кітап қой бұл енді. Және 60 символ қанша жол бар дейді. Көбейтеміз 40-қа. Тең. Калькуляторға салайық. С. 300-ді көбейтеміз 60-қа, көбейтеміз 40-қа. 720 мың. 721, 2, 3. Яғни символ бар. Немесе бір символ, бір байт бар. Байт. Дальше оқимыз. Осы кітаптағы символдар саны қанша килобайт? Яғни біз қазір байт тауып қойдық. Осыны 720 мыңды бөлеміз 1024-ке. Сол кезде килобайт шығады. Өйткені қазір ол байтта тұр. 300-ді көбейтеміз 60-қа, көбейтеміз 40-қа. Оны бөлеміз 1024-ке. Жауабы 703 бүтін 1125 килобайт болады. Бірінші есеп аяқталды. Асхатта көлемі 8 гигабайт флеш-жад бар. Асхат флеш-жадта әр бетінде 50 жол, әр жолында 40 символ бар. 400 беттік қанша электронды кітап сақтай алады? Яғни оның памяты өте көп, 8 гигабайт флешке, бірақ электронды кітаптың қанша штугі сияды дейді. Біз пока К-ны тауып алайық. К деген бізде Асхаттың электронды кітабы. К бізде 400 бет. К тең 400. Көбейтемін 40-қа. Көбейтемін 50-ге. Бұл бізде байт шығады. Окей. С. 400-ді көбейтемін 40-қа, көбейтемін 50-ге. 800 мың байт шығады. 800, 1, 2, 3 байт. Оны сразу бөле салайын 1024-ке. Сөйтіп килобайт ретінде жазып қойын. 781. 781-де 25 килобайт бар, КБ бар. Енді жаңа айтқан болатынбыз, екеуін бір уровеньге келтіреміз. Демек 8 гигабайтты біз килобайт бөліміне түсіреміз. 8-ді көбейтеміз 1024-ке, бұл 8192 мегабайт. Оны көбейтем 1024-ке, осынша килобайт бар. Енді қанша электронды кітап сақтай алады? Осында бөлемін 781,25 килобайтқа. Сонда ол 10.737 осындай кітаптарды өзінің флешкасына сыйғызады. Яғни оның флешкасына 10.737 электронды кітап сыйып кетеді, который памяты 40 символ 400 бет 50 жолдан тұратын. Келесі. Жедел жадтың көлемі 512, ал қатқыл дисктің көлемі 128. Қатқыл дисктің көлемі жедел жадтан қанша есе, яғни 128, 512-ден қанша есе артық дейді. Бұны сразу калькулятормен шығарсақ болады. Өйткені 128-ді біз 500 мегабайтқа түсіреміз. 128 гигабайтты көбейтемін 1024-ке, ол 131 мың. Асынан 128-ді көбейтемін 1024-ке, ол болады 131 мың 72 мегабайт. Оны бөлемін 512-ге, 256 есе артық, яғни 128 гигабайт. Жесткий диск жедел жадтан 256 есе үлкен. Қанша есе артық. Қанша уақыт керек? Біз қазір ақпараттың тасымалдау жылдамдығына тоқталмаймыз. Информатика оқулығының бір бетін таңдап алып, ақпараттың өлшемділіктері бет-байтқа, енді оны өздеріңіз есептесеңіздер болады, өйткені әр кітапта әртүрлі болады. Күнделікті тұрмыста қолданатын өлшемділіктердің ерекшеліктеріне қарай жіктеп, маңызын түсіндір дейді. Күнделікті өлшемділікте біз нені қолданамыз? Біз килограмм қолданамыз, литр қолданамыз, метр қолданамыз. Бұл енді теоретически. 6 мегабайт ақпарат байт килобайтта өрнекте. 6 мегабайтты көбейтеміз 1024-ке, 6114 килобайт бар. Және де оны көбейтеміз 1024-ке, 6.291.456 байт бар. Дұрыс.
болды. Тағы да 8-ге оны көбейтсек 8-ге, осынша 50.331.648 бит бар. Окей. Тағы да 6-ны көбейтеміз 1024-ке, бұл килобайт, оны көбейтеміз 1024-ке, ол байт. Мінекей байты шықты. Байт килобайтта. Кітаптағы 110 мегабайт ақпаратты информатика сөзінің қаншасымен ауыстыруға болады? Демек, информатика деген сөзді бір символды бір байт деп алатын болсақ, I, N, F, O, R, M, A, T, I, K, A, 11 байт. Яғни информатика сөзі 11 байт. Окей. Ну, K тең 11 байтқа. 11 байтқа түсірдік. Енді кітаптағы 110 мегабайт ақпаратты 110 мегабайтты көбейтеміз 1024-ке. Ол кезде наоборот, 2 рет көбейтеміз. Ол деген 110-ды көбейтем 1024-ке килобайт болады. 110-ды көбейтем 1024-ке килобайт. Оны көбейтем 1024-ке байт болады. Дұрыс, мәні 11.343.336 байт бар. Енді осы ақпарат информатика сөзін қаншамен ауыстыруға болады дейді. Бір символ бір байт дейтін болсақ, бөлеміз 11-ге, сонда болады 10.485.760 сөзбен ауыстыруға болады екен. Тағы бір тексеріп көрейін. 110 мегабайт көбейтем 1024-ке, ол килобайт болады. Көбейтемін 1024-ке байт болады. Окей. Бізде информатика деген 11 байттан тұрады. Бір символ бір байтқа тең өткені. 11 символ 11 байт болады. Бөлемін 11-ге, сонда 10.485.760 штукына ауыстыруға болады екен. Толық аты жөнің қанша бит байт болатын есепте дейді. Өзіңіздің аты жөніңізді алып, бос орынмен бірге есептейсіз. «600 бет кітаптың әр бетінде 30 жол, әр жолда 64 символдар. Осы кітапты ақпарат тасымалдауға қанша уақыт қажет?» Біз бұлында есептерді пока қарастырмаймыз. Шамаларды кему ретімен орналастыр дейді. Орналастыру үшін давайте бәрін бір формаға келтірейік, сол кезде более түсініктірек болады. 2048 бит, ладно, тұра берсін. Дальше 1000 байтта, 1 байтта 8 бит болса, 8000 бит бар. Бәрін битпен жашып басылайық. 1 бит, 1 байтта 8 бит бар. 300 байтты көбейтемін 8-ге. 300-ді көбейтемін 8-ге. 2400 бит бар. 2400 бит бар. 1 килобайтта 1024 байт бар. Оны көбейтемін, 1 килобайтта 1024 байт. Оны көбейтемін 8-ге. 8192 бит бар. 8192 бит бар. Кему ретімен болатын болса, мынау бірінші кетеді, мынау екінші, мынау үшінші, мынау төртінші, мынау бесінші. Ой. 2048 мен бармын ғой деп тұр ғой. Өшіретін болса, қайт жазып басылайық. Мен неге битқа мән бермеппін. 1 бит бірінші кетеді. Мынау бірінші. Одан кейін 8 бит кетеді, мынау екінші. Үшінші 2048 кетеді. 2048 үшінші. Төртінші 2400 кетеді. Одан кейін 8000 кетеді. Бесінші. Алтыншы 8192 кетеді. Реттілік бойынша осылай. Окей. Келесі. Өлшем бірліктерді ауыстыр дейді. 16 байтта. Калькулятор сразу пайдаланайық. 1 байтта 8 бит бар. 16 көбейтілген 8, 128 бит бар. Окей. Келесі 20 килобайтты көбейтемін 1024-ке 20480. 20480 байт бар. 50 килобайтта 50-ді көбейтемін 1024-ке, бұл байт. Оны көбейтемін 8-ге, осын 409-ды 600 бит бар. 20 килобайтта 20-ны көбейтемін 1024-ке, бұл байт. Болды 20480. Но не қайтып келді? Мына есеп одно и то же ғой. 2048 байт.
2048-ді бөлеміз 1024-ке, онда 2 килобайт болады. Енді қайтып көреміз. 2-ні көбейтеміз 1024, 2 килобайтты 1024-ке өткен кезде 2048 байт шығады. То же самый 4096 килобайтты бөлеміз 1024-ке, сонда болады 4 мегабайт екен. Соответственно, наоборот шығарып көреміз енді. 4-ті көбейтеміз 1024-ке, сонда 4096 килобайт шығады. 512 килобайтта қанша мегабайт бар дейді, бөлеміз 1024-ке, сонда 0,5 мегабайт бар. 0,5 гигабайтта қанша бар? 0,5-ті көбейтеміз 1024-ке, сонда 512 мегабайт бар. 512 мегабайт бар екен. Үй тапсырмасы, бірге ақпарат желіде секундына дәл болсап қарамаймыз. Өлшем бірлікті салыстырыңдар дейді. 3 байтта көбейтеміз 8-ге, 824 бит, екеуі тең. 1,5 килобайтты битке түсіреміз. 1,5-ті көбейтеміз 1024-ке, бұл байт. Оны көбейтеміз 1 килобайтта 1024 байт бар. Қазір байт көбейтеміз 8-ге, 12.000, значит, мынау үлкен. Келесі 812 байт. Давайте битик 9-ды көбейтеміз 1024-ке, екеуін теңестіріп жатырмын ғой. 9216 байт бар, значит, мынау үлкен. Соответственно, 1 килобайтта 1024 байт бар. 1024 9 кешіріңдер, әлі до конца емес. Так, 1 килобайтта 1024 байт бар, оны көбейтеміз 8-ге, значит 9000 бит үлкен. Так, 1,5 килобайтты көбейтем 1024-ке, мынау қазір байт, оны көбейтемін 8-ге, 12.000, значит мынау үлкен. Так, 0,1-ді көбейтемін 1024-ке, 100,2 килобайт бар, 100-2, мынау үлкен. Осымен бүгінгі қысқаша сабағымыз ақпараттың өлшем бірліктері атты сабағымыз аяқталды. Келесі видеода біз сіздермен дәл осы тақырыпты Атамұра кітабымен талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.